Сәлеметсіздер ме, гүлсүйер қауым? Бүгін біз сіздермен сансеверия гүлі туралы айтатын боламыз. Мен қазір бұл сансеверия гүліне қалай күтім жасау керек, және бұл гүл не үшін барлық үйде болу керек, бұл гүлді біз қалай көбейтеміз, қалай суарамыз, сол туралы мен сіздерге айтатын боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен сансеверия сабақтас жыл 12 ай жап-жасыл болып тұратын спарж тұқымдастығынан пайда болған гүл. Табиғатында бұл гүл тропикалық және субтропикалық аймақтарда өседі. Сансеверияның өте көп түрлері бар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл сансеверия гүлдерінің әрқайсысының өзінің жеке аттары да болады. Соңғы кездері бұл гүлдердің осындай цилиндр тәріздес сорты пайда болды. Қазір адамдар осы цилиндр тәріздес гүлдерді өсіріп жатыр. Бұл гүл барлық үйде болу керек деп айтып жатырмыз, иә? Неге бұл гүл барлық үйде болу керек міндетті түрде? Өйткені бөлмедегі әртүрлі пластикалық терезелер, ламинат, обой, линолеум сияқты үйдегі заттардан бөлініп шығатын әртүрлі химиялық элементтерден бөлме ауасын тазартып тұрады. Бұл гүлді негізі бір-екі түрінен, мысалға әртүрлі өзіміздің жиі көп болатын бөлмемізге қоюымыз керек. Мысалға біз көп боламыз, жатын бөлмесінде демаламыз, шаршағаннан кейін қонақ бөлмеміз бар, балалардың жататын бөлмелері бар. Міне сол бөлмелерге қойсаңыздар, сол бөлмелердің ауасын тазартып тұрады. Бұл сансеверия гүлі фитонцидтерді бөліп шығарып, патогендік микроорганизмдерді жояды. Бұл сансеверия гүлінің сиқырлы қасиеттері сол, микроб пен вирусқа қарсы белсенді күші бар екен бұл гүлдің. Және де бұл гүлдің үй иесінің карьералық өсуіне ықпал етеді, балалардың оқуының жақсаруына көмектеседі, және де үйге келген адамдардың қызғанышымен, жеккөрінішті сыншыларымен күреседі екен. Міне бұл гүлді осындай қасиеттері үшін біз міндетті түрде үй жағдайларында өсірген дұрыс деп мен ойлаймын. Үй жағдайларында бұл гүл жиі гүл ашады. Бұның гүлдері әдемі болмаса да, оның бір өзінің ерекше иісі болады. Және де бұның гүлі күндіз кешке жабылып, азанғы уақытта ашылады. Енді бұл сансеверия гүлінің күтіміне келетін болсақ, менің мына сіздерге көрсетіп отқан гүлімнің аты сансеверия ханни деп аталады. Бұл гүл қыс мезгілінде салқынға төзімді, жаз мезгілінде 18-25 градус ыстыққа төзімді келеді. Бұл менің гүлім өте қатты күн сәулесін қажет етпейтін гүл. Бұны жаңағы көлеңке жерге қойса да болады. Бұл күн сәулесіне бұның жапырағы күйіп кетеді. Ал енді бұл сансеверияның тағы бір сорты бар. Ол күнді жақсы көреді. Міне көріп отқандарыңыздай, осы гүл сорты күнді жақсы көреді. Енді біз суаруға келетін болсақ, кейбіреулер краннан суды алады да гүлге су құя салады. Ол кранындағы судың ішінде көптеген темір, даже хлор, сондай элементтер болады. Судың тамырларына өте зиян келтіретін. Сондықтан да суды мен мынандай босаған баклашкілерге суды көп құйып қоям. 1-2 күн тұрады су. Сонан кейін барып, ішіне жаңағы тынбасы тынғаннан кейін барып, мен гүлдерге осы баклашкалармен алып суды құямын. Сосын гүлге, бұл сансеверия гүлдеріне су құйғанда да өте мұқият болу керек. Мына сабақтарының арасына су кетіп қалса, сабақтары шіріп, гүл өліп қалуы мүмкін. Тағы да бір ескертетін жайт, бұл гүлді жаңағы су бүркуге болмайды бұл гүлге, және де кранның астына салып шомылдыруға болмайды бұл гүлді. Ол кезде бұл гүл бірден тамыры, жапырақтары шіріп, бұл гүл өліп қалады. Енді тамырына келетін болсақ, гүлдің тамыры тереңге емес, жанына, еніне қарай өседі. Сондықтан да бұл гүлге терең горшоктан көрі жаңағы кең ыдыс алған дұрыс. Сансеверияны біз
3 жылда бір рет отырғызамыз. Өйткені бұл гүл горшоктан жаңағы несі тамыры жоғарыға шығып көрінген уақытта біз бұл гүлді міндетті түрде отырғызамыз. Кей кезде 2 жылда бір отырғызуға болады. Өйткені бұл гүлдің тамыры тез көбейеді де, сосын бұның жаңағы бүткіл горшокқа жаңағы өскіндері көбейгеннен кейін бұл горшокке сыймайды. Сондықтан да тамыры құмның жоғарғы бетіне шығып тұрады. Ал енді қалай біз көбейтеміз дейтін болсақ, ол сансеверияны көбейту өте оңай. Өйткені оның жаңағы өскіндерін бөлек-бөлек алып, өскіннен көбейтуімізге болады. Және де жапырақтарымен де көбейтуге болады. Жапырақтарын біз қиып алып, оны я суға салып, я құмға отырғызуға болады. 2-3 айдан кейін ол тамырланып, кейін бір көбейген өскінді біз көре аламыз. Міне мен өзім үйде бірден құмға отырғызбай, мен осы сансеверия гүлін қиып алып, суға отырғыздым. Суға отырғызғанда судың ішіне активированный уголь салып қоям, өйткені ол мына жапырақтардың шіріп кетпеуіне көмектеседі. Сіздер де сөйтіп істесеңіздер болады. Егерде бұл 1-2 айдан кейін тамырланып, тамыр шығады. Мына активированный уголь, міне көріп тұрғандай, бұл активированный уголь барлық аптекаларда болады. Сол аптекалардан алып, үйге әкеліп қойсаңыздар, осындай керек уақытта пайдалансаңыздар болады. Міне мына судың ішіне мен активированный угольді езіп, сөйтіп салып қойдым. Сосын бір айтып кететін жағдай, мына жапырақтарын кескенде міндетті түрде жапырақтар сау болу керек. Ешқандай жаңағы шіріген сондай жапырақтар алсаңыздар, олар тамыр бермей өспей қояды. Сосын тағы да бір менің айтайын деп отқаным, мынандай барлық нелерде, гүл сататын дүкендерде мынандай карневин деген болады, осындай ақ ұнтақ. Сол жаңағыдай құмға егетін уақытта осындай жапырақтарды түбін, тамыр шығатын жағын осы неге малып, карневинға сөйтіп барып құмға отырғызсаңыздар, бұл гүліңіз тез тамырланатын болады. Бұл әдейі сол гүлдердің тез тамырлану үшін пайдаланатын ақ ұнтақ бұл. Тағы да бір айтып кететін жайт, әрбір мынандай өткір заттарды біз жаңағы мына гүлімізді кесетін болсақ, міндетті түрде этиловый спиртпен, қайшы болсын, пышақ болсын, басқа зат болсын, заластандырып аламыз. Өйткені бұл заттардағы микроб гүлдерге түсіп, гүлдеріңіздің тамырын шығармай, гүлдеріңізді шірітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да естеріңізде болсын, бұл гүлді кесетін уақытта міндетті түрде осындай спиртпен қайшымызды заластандырып аламыз. Бұл сансеверия гүлін щучий хвост, тещин язык деп атайды. Ал қазақтарда бұны қылыш гүлі деп атайды. Германияда африкалық қарасора деп, Англияда шайтан тілі, леопард лала гүлі деп, ал ақшта жылан терісі деп атайды екен. Міне мен сіздерге сансеверия гүлі туралы, оның күтімі, суаруы жайында айтып бердім. Және де оның пайдасы, ауаны қалай тазартады, неліктен оны біз міндетті түрде үйде ұстауымыз керек екені жөнінде айтып бердім. Бұл гүлді үйде стильді көрінеді. Сондай-ақ бұл гүлді таңдап үйлеріңізді әсемдеу үшін пайдаланып өсірсеңіздер болады дегім келеді. Менімен бірге болып, видеомды аяғына дейін көрген жандарға рахметімді айта отырып, енді алдағы видеоларымда мен осындай түрлі гүлдердің пайдасын, қандай дәрумендер қажет екендігін айтатын боламын.